Баршаларыңа сәлем достар, қалайсыңдар? В общем, достар, мен видео түсірмей кеткеніме кешірім сұраймын. Мен ауырып қалған болатынмын, қазірде ауырып жатырмын. Ютубқа көп видео салмай кеткенім үшін кешіріңдер достар. Ал енді бүгін мен Бека деген досым үй соққан, соған обзор жасап кететін боламын. Ал видеоны бастайық, кеттік достар. Так, в общем, достар, бірінші ол, жердің астына соққан болатын. Так, мені көрсетіп кетейік. Ар жақта проның үйін салған болатынмын. Оған да жеке видео жасайтын боламын. Ал, Беканың үйін сырттан көрсетіп кетейін. Ар жақта менен, ар жақта Малборам, оларды білесіздер. Так, мынау жердің астында ешқайда да шықпайды, достар. Ал міне ар жақта Беканың кішкентай ғана егістігі. Ал мына жақта үйдің іші, міне, мына жақта былай істеген. Так, в общем, енді үйдің ішін көрсетіп кетейін. Міне оның үйінің іші, міне, өте тар болғанмен, сырттан, іштен де әдемі үй, достар. Мына жерден сыртқа қарауға болады, типа терезе секілді. Мына жақта жататын, типа мына жаққа киім ілетін екен, өзі айтты. Мен де бірінші көріп тұрмын. Ал мына жақта да тағы сондай бөлме, мына жақтарға суынып қойып, әлі дамытады. Так, достар, ол бағана сетевой ойнаған кезде осы үйді істеп кеткен. Мына жақтарды, төбе, білесіздер. Есігі мынандай. В общем, көбісі почти ағаш бұл үйдің. Так, в общем, не бәле бұл? В общем, достар, досым Беканың салған үйін көрсетіп болдым. Ал енді, достар, видеоны аса тіркеліп лайк басып кетіңдер. Келесі видео проның үйі жайлы болады, достар. Ал видео аяқталды. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.